Петропавлда қалалық қорғаныс істері жөніндегі басқармасының бұрынғы басшысына және бір қатар азаматтарға қатысты сот үкімі шығарылды. Олар пара алды және мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызметке қарсы әрекет етті деп айыпталып отыр. Дулат Ғабдуллин $1000 берсе, студентті еш кедергісіз медициналық тексеру комиссиясынан өткізіп беремін деп уәде беріпті. Бозбала әскери кафедраға түспек болған, алайда денсаулығына байланысты ақша беріп анықтамаға қағазға алмақ болыпты. Айыпталушылар өз кінәләрін мойындап отыр. Сот істері егжей-тегжейлі сараптай келе, оларға айыппұл салуды жөн санады. Қорғаныс істері жөніндегі басқармасының экс-басшысына парадан 60 есе көп айыппұл салынып отыр. Мүлкі тәркіленіп, әскери атағынан айыру туралы шешім шығарылды. Сот үкімі 15 күн ішінде заңды күшіне енеді. Суд приговорил Габдуллина Дулата Бекевича признать виновным. Сот Ғабдуллин Дулатты кінәлі деп тауып, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 366 бабының 2 бөліміне сәйкес алған парасынан 60 есе көп айыппұл салынсын деген үкім шығарды, яғни 11.148.000 теңге. Сонымен қатар оған тиесілі бар мүлкі тәркіленіп, қызметінен босатылады. Бұған қоса мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік мекемелерге жұмысқа орналасу құқығынан айырылады.